Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Асема және менің тәтем Жуконай. Ау, не болды? Айбай арқамға асып кетті. Не ол, мен мамамен қарным ашты. Тамақ беріңізші. Мам, тамақ хочу, қарным ашты. Қолтығыңды жуып керші. Ой, мам, ішіп тұрмын айттыңыз ғой, жарайды. Күліп жатқан несі? Ту, мам. Обиделся, енді күліп отқаныңыз не? Күлмей айтпайсыз ба? Ренжідім. Несі енді қайтып жуып дейді заты ол маманың. Так, сейф бар екен, жүрсін. Так, маманың туалет айтады, бөлмесінде барады, бәсе. Туалетті помпыламы бізге қол жуатын жері керек, давай. Жуып алайық. Так. Бүгін мен сабаққа да бармадым. Отыр магазинге кетіп қалғанмын. Сабақ үй жұмыстарын да орындамадым. Мама біліп қоймаса болды енді. Так. Мамадан мен қазір барсам не дейді екен? Давай достар, қазір бір жерге талып қалақ, мама келмей тұрған кезде. Так, қаталсам екен. Ана жерде гүл бар, соның артына да қалайыншы. Біліп қоймайды. Ой, мына мама келіп қалды ғой. Асема деймін, ей, Асема. Ау, мам, не болды, не керек, не болып қалды? Айқайлай бердің ғой, Асема деп миымды ағыздырып жүрдің. Мама, сіз қытайша үйреніп жүргенсің, ма қытайша сөйлемеңіз. Мен өзім қазақ тілін ғана білемін ғой. Ертең сабақ барды ұйықта. Ой, қасқа, я жатам. Ту білмейтін сәтті айтасыз ғой. Пижамасы жата берейік, қазір қашып кететін болса, планымды айта берейін, қазір ойластырып алайын. Так, ой, мама, кегенес отырып кетқанда олақ. Уф, мама алдам кетіп қалды. Дейік. Уф, кетті-ау. Так, енді телефон көріп жатайықшы. Андрей білесіңдер ма? Қазір ойнауға болмайды ғой. Сол Андрей ойнай беремін. Соны қалағашатын көріп алсам, сөйтіп мен де қашып кетемін ғой. Так, мама кеп қалмаса, планнан бойына қарап қойық сәл. Телефон камерасынан жоқ екен. Давай, телефон қарап берік. Күшті ойындар ойнап отыр екен. Мен Жуконай что-то видео салмай кетті, соны көрейікші. Көрпешен астында көрген жаман былайын жатайшы. Ол көрінді. Мен Жуконайдың бұрын салған видеоларын көріңші, солар да қызық. Мынау видео қашан салады екен? Мама көргенші ұйықтадым екен. Мен жүрсім көрінде ма? Ассаламу алейкум. Мен өте душқа түсіп жатырмын. Қайт келеміз. Так, мама суға түсіп жатыр екен. Былайынан бөт кетіп мороженое алсам, көрмей жәрділеуі. Көріп қойды мені. Уля, мама еді. Тез төсегімнің астынан жатайын, тез. Жат. Ей, қыз. Мама біліп қоймаса екен. Ту, мам, ұйқымды бұздың ғой. Не болды? Қытайша сөйлемешті ма мен саған? Қытайша емес, қазақша жазшы. Мен тек корейше білетін шығармын. Өтірік соқпа. Мам, мен ұйықтап жеттім ғой. Сенің көзіне елестеген шығар. Ойламам, ашуланбаңыз. Мен де корейше сөйлеп қойдым ғой. Кеттім әнеші. Ұйықта, пижама ки. Әнше түскен ұйықтай өрен, негізі азан болып отырады. Жарайды, я пижама кидім. Так, сөйте алаш. Қарауым кетті ғой. Так. Қандай пижама кисем екен? Пижама деп жазайын. Әдемі нәрсе шықса екен, әдемі. Пижама. Ой, мына жерде әдемі пижама жоқ. Мальчик ғой. Мынау қыдыратында киетін кием, жоқ, бұны кимеймін. Так, маған әдемі бір киім керек болады. Ой, анау ұрлыштардікі. Мынау ше. Әдемі. Так, ені шалбар киіп алайын, шалбар пижама. Адал еді, ұмытып қалдық қой. Ойла, бойымыз ұмытып кетті.
Так, осы жиырма жүрейін, ұйықтайын. Ой, азан болып жатыр екен ғой. Завтракқа түсті. Я жаңағы пижама ки деп жатырдым. Енді келіп завтрак ки деген емес. Енді кейін қана болып жатыр. Так, екінші бізде лифт бар, кайф осымен түсеміз. Мәселе әдемі екен еді. Ама айтпай құпия жүр ау деймін. Жарайды, сосын келе жатармын. Так, ясыға түсейін. Жоқ, ойбай. Шырасы отыр. Ой, мынау қайсысын бастады? Мама көрсе не істеп жүрсің, қайда жүрсің деп. Қалай не істеймін мен? Ананы екен ғой басатын. Өлі. Так, бетон жуып келейін. Мен қандай әдемімін. Так, үстімізді алмастырайық енді. Қандай кисем екен. Пижамадан көрші ғана әдемі не шоты. Міне таптым. Так, енді шалбар кию керек. Шалбар. Так, дресс емес па, джинсы деген қандай еді? Дресс деген көлік екен ғой, джинс керек бізге. Жазылғанда джинс дейді, короче. Так, есіме түсті, бізге джинс кигенмін. Так, қандай түрлері бар екен? Анау. Жоқ, іші ашылып кетті. Күттейлер жатты. Так, басқасын таңдайық бол. Қарамай қойық. Мам, не болды? Неге үйден? Ой, не істеп жүрсіңдер, достар? Неменеге достарын шақыра бересің? Мен саған достарымды шақыр деген жоқпын ғой. Ева, мен Коля ғой. Мам, ол менің досым емес дедім ғой. Енді дос емеспіз. Балаңшы достарың. Өтірім соқпа маған. Итальяндық адам мені алып кетші, давай. Ұрса бересің, сол жерді көшенің ортасында мені алып кете сал. Ой, не тоқтап қалған, мама кес. Ой, кету. Осы естіп тұра берем жақсы. Осы мама ашуланса, қуанса, қытайша сөйлей берді. Сен достарыңды далаға шығарма бердің, достарың саған кеп тұра не? Мен оған кел деген жоқпын ғой. Так, үй таңдай берік, жаңа қандай үй таңдап едік. Отырып жылап тұра берейін деп. Мама сосын жұбаталар. Неге жылай береді деп. Так, үй таңдадым енді. Завтрак жоқ саған. Қалай жоқ? Бағанаған танадыған емес, пижамаңды ки, қайтып кеп завтрак деп. Машинаны да алып кетеміз бар. Мен өзім үйде аламын. Ешқайда барғым тұрған жоқ. Насифыңды бүгін бір жоспар бойынша бірдеңе план құру керек. Так, қазір сендерге планымды айтам, достар. Так, ең алдымен бір жерге барып алайын, мен қайқа барайын деп отырдым. Төбесі ой есік ашып қойсақ та. Жүрсем қазір мама ұрысып қалады оған дейін. План бойынша. Мама ойбой, саған сосет бермеппін ғой. Қазір сосет берем, короче, күтіп тұр. Так, бұл сосет бердім. Қайт жалып кетіп қалайық. Так. Көріндер ме, достар? Андай Андрес сияқты бұл үйден де қашып шығу керек. Мен қалай қашып шықсам екен? Қандай план құрсам екен? Так. Короче, маған пландарың болса тағы комментарий жазып кетіңдер. Мен оған дейін тағы өзімде план құрай берейін. Андай, қалай айтсам екен? Әзірше план құрай берейін. Короче, так, мама қыпты. Көресіңдер, короче. Ой, мам. Кеп қапсың ғой. Не болды, мама? Тағы басын қалып жатыр. Немен басын шайқай бересің жерге қарап. Бұл шиш. Мам, я, қазір шығам күтіп тұрдыңыз. Мама қайқа бірайын деп жатыр мен. Білмедім, бір жаққа бірайын деп отырмын. Так, туалетке шығып алайыншы. Қарайды рақсыр былай жан-жағымызға болды. Так, енді істесем екен. Мен жүрсім көрінер ме? Әдемі. Секірін кездем. Так, енді мама кетіп жүре бер. Мама дейм. Бұл.
машинаны бейбілдата бермеш, келдік қой, міне келдім. Өзің бойың менен ұзын болған соң көрмейсің да, мен бойым кішкентай ғой. Сәлем достар. Жоқ бүйтпесем мен басқашалау сүрейінші. Ой, кешір. Всем привет, мой фанаткиларым. Короче, міне қарындар мені мектепке бара жатыр, көрдіңдер ме? Бұл менің мамам. Бұл менің мамам дегенде менің ұрысқақ мамам. Біз бүгін мектепке келдік, анаяқта мен достарым Не? Ештеңке, әшейін не істеп жатырмын. Давай кеттік. Міне көрдіңдер ме, мен жүрсім доғарында секіргем, доғарында түстік қой уже бағана. Түстеп жатсың анаяқта деген. Так, короче, мама, мен сабағыма кеттім. Бұл мен мазалай берме, а то ұят болды достарымнан. Айтады, мамасының қызы деп. Айна жаман болды. Плюс деген достарым 5 алып жатыр. Hello teacher, короче, мені мама ағылшын курсқа алып келген, осы жақтан қашып кету керек еді. Ағылшын ұнамайды вообще. Мама отыр екен, ол телефон ұстай бермей, қоя қойсын, сабағымды оқиын. Сөмкемде кітап бар еді, соны алайын. Так, ла-ла-ла. Абай Құнанбаев. Шежіме екінші қара сөзі. Бір бәле. Сабақтың өзі кел. Сабақтан өзің кел. Я, мама, сабақтың өзім барам үйге. Мен мазалай бермеш, ұят подка достарымнан. Білесің, андай Squid Game'дегі бір таныс деген адам бар ғой, бала. Сол қазір менің ағайым болып отыр. Қалай болды? Жаңасын ағай болып отыр, қалай оқушы болып кеттің? Ой, достар, шаша бермеңдерші, не ауыттың көрмеген адам сияқты. Төп шашаттың ғой. Мама шашат жүрді. Не далаға шығармайды. Достар, короче, мен планым былайынан айтайын. Ойбай, мама кетір. Сабақ оқимын. Ла-ла-ла. Сосед бер, қызым Асема. Мен соседті бағана беріп қойсам, маған тағы сосед. Екінші рет беріп отыр, мен сұрама үшінші рет. А то бермей қоямын десең. Так, немене сабақтың дейді. Бұл не ғой. Менің достарым ғой, андай қалай айтсам екен. Детский понятка ма, бір бәле ғой. Апай жоқ, біз чулаймыз, апай. Ой, сізге айтпай қойынға, апайға айтып беріп, атат қылып бізді. Таныс отырсай болды. Короче, достар, жаңа пландарымды айтайын деп жатсам, мама келіп қалды ғой. Так, короче, менің мынау тоқтандыр. Короче, менің планым былай ғой. Короче, бір күні маманың сейфін тонаймыз, сол ақша мото сатып алам, одан кейін мен деген маманы былайына қорқытамын деген. Бомжың киім киіп алып, сөйтесіп, ой, таныс кетші бой. Планымды айтып отсам, әжемі. Аманда, лақтыра бермеш деп. Бірінші рет көп дұрсын ба? Маған мен басыма тиіп отыр. Короче, достар, всем привет. Ой, сабамды қойын қазір. Апайға қойып. Достар, короче, мен кафеге кеттім. Мамаға айтасыңдар ғой. Ауырып кет қалды дейсіңдер ма? Бір ләдендер әйтеуір. Бірақ мамаға мені қашып кетті деп айтпаңдар. Ағаға айтасыңдар бүгін ауырып жатыр деп. Так, қай жақпен барсам екен, короче, 1, 2, телепортация 3. Так, кафеге келдім, короче, адамда жоқ екен, тамақтарды ұрлап алып жей берейік. Маманың атына жазып қоя салам, мама бәрібір ғой, маған бәрібір дедім. Всем привет, достар, бүгін мен кафе жемін. Менің мамам мынандай ала бер деді, ақшасын алып алдым, уже атына жазып қойдым қарызға. Чаттан қарасын, мама мені іздеп жатыр екен, ужас. Бақтын таппайды шығар, бірақ мен кітабымды ұмытып кеттім. Башы, мамам біліп қоймаса болды. Ютубер бар еді, жүрконай деген әлі видео салмапты ғой. Неше салған видеоларын көреш. Олар өте қызық. Достар, сендер көрмеген болсаңдар, ютубтағы поиске жүрконай деп іздеңдер, менің тәжем.
Сода өте қызық ойындар түсіреді. Так, басқа видеосын көре берейін, маған солар қызық өте. Ой, бургерімді де жеп қою керек. А только дамсынай. Телефонымды да қойып қойын. Мама мектепке жетті. Не істеймін? Тамақ жеп алайыншы, тез қалып қалмасам болды. Бұл жерден мені вроде тауып алады, сондықтан паркке барайыншы. Сояқта да достарым жүріп қалса. Всем привет, достар. Мен қазір паркке бара жатырмын. Міне қараңдар, бұл адамдар, короче, әйтеуір таныстар көбейіп кеткен. Ура! Мама, мені біліп қойдың ба? Оля, мен... не, мама. Уж тез қайтайын. Уж жоқ, мама жүрнекті. Тез. Жүгір. Ана жүр тұр екен ғой артымда, Оля. Қараңдар десе, короче, мен қазір мамадан қашып баратым, қазір айтамын. Демесі, мама келе жатыр артымда, Оля. Так, Джеки Чан сияқты қашып кетейік. Садись. Так, менің мамам әне келе жатыр. Жақындатым күте тұрыңдар. Так, ана жерде. Ой, күте тұр, былай, камерам не болып кетті. Так, мамалар әзі киім тұрдыр. Ана есіктің артында тұр, әдейі мен күтіп ше. Көріндер ме жаңа бір сообщение жазды, қара көріп тұр. Так, қазір мама кіріп қалар, көрдім, тоқты, сары шашын. Не, мама келді. Ужас. Заттар тұратын қоймаға кет қалдың, астына тығылса бола ма үстіне? Жоқ, астына тығылмайды. Короче, ана жерде мама жүрді, ана жай сөйлейік. Мамамен таппай қалды. Киноны қарап көрейік. Так, бұл жақта жоқ екен. Все, қатты сөйлей берейін. Мама өшіме таппай қалды, жай ашамыз есік. Так, былай аям шықпай қалған ес. Так, былай секірейік. Жатып жүретін бар енді. Так, неғатта мама жоқ екен, неғатта шықсам көп қояды. Жоқ, кет қапты уже. Мен үйге бару керек, аттоқа мені жазалай, тез жүгір. Телепортация бәрі. 2, 3. Үйге келдім мен, телепортациямын. Ана көрдіңдер ме, терестен жаңа мама жүрді, ол астыңа тұржен шынепен кіргеттейді да, жоғары көтерілік өлі. Так, енді не істесем екен қазір? Мамамен тапса жазылайды точно. Төгінекті тығылып жүре берейін. Достар, білесіңдер ме, егерде үйлерінде мынандай қара стеналар көп болса ше, андай скиннің қара қылбасын көрмей қалады, короче. Всем привет, мой фанаткаларым. Короче, мен мамадан қашып жүрмін бүгін. Блайна істеген ба. Мектепке барып қашып кеткен, одан кафеге барғам, одан паркке барып әткеншекте отырсам. Тұрғатта мама мен көріп қалды, магазинге тығып қалған. Сол Джеки Чан болса бізге кіріп түстім, садиспен. Еще жатып қалдым ба. Так, күтір, мен подружкам жазып отыр. Болды. Сосын тұрдым да мен не істеп едім, тоңып қалдым. Сосын үйге қайттым, мама астыңғы этажда іздеп жаңа бассейн жақтарда. Менің үстіңгі қабатты тығып қалған. Соң мені вообще таппайды. Так, болды енді. Тикток көрейік. Так, суреткесі болу керек. Бұлай. Так, бұлай. Қаштым. Ля. Мама ашуланып отыр жаман. Төртке болып толым қайқады ғой. Мен ешкім емеспін. Мен елеспін. Ешкімнің көзіне көрінбеймін. Мен ешкімге тиіспейтін адаммын. Тез ғана отырмын осы жерде. Болды, мен таппайды шығар. Так, болды, тыныш. Так, біздің мама қайда кетті? Жақтан көрінер ма, достар? Тауып алмай ма? Стоп, қоя тұрыңдар, комментарий жазып жерінде. Так. Өзім барайыншы, атоқа жаман жасалап жүр. Так. Қатты сөйлей берейінші, короче. Мама келді уже. Мама енді мені кешір, енді просто ауырып тұрып қайт кеткем. Сосын паркте таза ауырып жүргем.
ойбай мама сөзін мен тыңдап мама вообще дұрыстап сөйлеп те аяқтаған жоқ па мына білесіңдер ма бассейн беті жап-жұмсақ просто андай не төсеп қойғанбыз тағы секірейік өтірік құлап қалайыншы ай мама аяғым ай мама көмектесші ай тізем ай арқам ауырып жатыр Туалет жу бар. Кеттік жүріп ал тез. Отырып құлап жата бермес жаңыз. Алданбаймын өзі. бір сізді алайын деп едім алданбадыңыз ғой туалет жу деген не туалетті өзің жусай менің туалетім анаяқта ғой сенің бөлмеңде жарайды қойдым болды так мен түсірсем мойнымды ауыртып жүрмін мама біріншісінде бір мен жұмсай бердім не далаға шығартпайсың вообще Сырттай кіт, қашпетін тағы сен жаман жаза берім. Қытал жаза берім, түсіндің бе? Білмеймін ба? ойбай қойдым иә сыртта күтем туалет деген тап-таза өзі бүлдірейін ойым бұл ше мен кіріп кетейін ба жаққа бір жүр аяқ көр айтты ғой бір ұрам деп та күтейін мен ше мынаның басын шайқап тұр ғой әлі жоқ деп келесі планым свет сөндіріп соны қорқытамыз андай еле қорқынышты скин сатып алып мороженое жейінші ой мама екен ғой қалай жемені тасташы так мама не істеп отыр отыр ай не артқа қарап тұра берейін о-мое істемейсің ба вот қызсың ғой мама жай дауыс деген жаман үйді бұрқырап жерді так басын шайқай бердім ой ужас мама сыртқа дейін не істеп саласың Әсема, кір. Тазала енді. Мынаны мұрыша давай аналардың бәрін тазала өзім. Осындай болады. иә өзім тазалаймын бара берші бір неге мен сосын өзіңде жинамайсың ба давай басайын тұрыңдар бір өзім тазалаймын менше барсай туф аяқым кетті ғой мама баршы тамақты да берген жоқсың ертең ақшаға чипсы сатып аламын жүрмін бара бермеңкі сөмкемнен қарайын енді сағаттың енді қашып бермін фу мама сәл иіс жаман екен сәл әдемілеп қалмайсың ба андай сеуіп всем привет менің оқырмандарым көрдіңдер ме менің мамам осындай өзі өйстіп еще маған өйстіп тазалатады менің мамам енді ұрысқақ қой енді білесіңдер қараңдар көрдіңдер ма қазір мамамды көрсетейін қазір көрдіңдер ма өзі өйстіп еще маған жинатып тұрғын қараңдар обзор жазаймыз короче мамаға міне тұрғын қараңдар міне көрдіңдер ма вот көрдім айбай белім арқалып белім ұстап тұрайыншы міне көрдіңдер ма смотришь еще маған жинатқыздырып қойып жатыр ғой иісін айтсаңдаршы фу еще біздің үлкен баймыз ғой бәрі клиент шақырмайды мен ана жұмсатқыздырып береді қыз, осы маған әкел телефоныңды. ой мен жинатқыздырып қойып жуыздырып қойып мен телефонымды алып болған қалай кетті тек жуатын нәрсе қайда екен андай шлабымен жуа салайын маған бәрібір мамасы шлабын берді пол жуады сосын мамам базарға шығады қонақ келсе үй сасып былайынан ойбай шашытып жуамыз мамаға былайынан тигіздіріп ой мама кетіп қалған ес фу мына иіс жаман ғой так мама иіс әдемі қараңыз маңыз әдемі маңыз аяғыңызды жуып берейін осымен былай бетіңізді де макияждарын келтіріп Фу, ішінай, шашыққы мұна саздық. енді сас қой енді сен көзің маған жуыздырып қойып жатсың осы біздің көрші қашан келеді екен новенький көрші негізі білесіңдер ма бұрын біздің жақсы бір көрші болған менің бір досым болған сонымен үйіме келіп ойнаған кезде мама ұнатпай
қуып жіберген. Күшті екен мама тұрсаңшы болып маған сөйтіп жуыздырып қойыңыз еще так. Мен сасықтан есімді танып қалған жоқпын ғой. Сол керек саған. Жу өзіңнен болды. Жуа алмаймын мен ары қарай. Өзім тапсырайын. Мама неме төбеге дейін істеп саңсыбай ойла. Достарым көрмесің. Құдай. Ұйықтаймын ба одан да. Короче, достар, магазинге кетейік те айтпақшы, сол жағынан паркке барып, магазинге барып киім сатып алып, сөйтіп маманы алдап қорқытатын боламыз, короче. Так, мен ше сабаққа кеттім. Мама қайда кетті? Айтасыз, мектепке барайын. Жүрдір, мама қайтып кетеші. Тағы жазалап іздеп алып. Мама, қайдасыз? Бөлмесінде жоқ едің. Так, асты, не, тасташы бәрі маған. Кете берім болды. Өзіме іздеп тауып алсын. Сәлем, досым. Біз новенький қошуға короче бұл. Келіпті уже. Үйін қалай естіп құрыстырып болған. Маманың несін алып кеттім, әйтеуір. Керас көтермеді, сондай алып кеттім. Күнделігінде келеді, қазір барайын. Тасташ болмай қойға. Ішінде бірақ без болса ұрысып жүреді, тағы нерв ғой типа. Так, мектепке мына жолмен барсам екен, ақша алайын ба? Мен не алуға келмеді бақша. Еще телефонды да алып қойған екен ғой мама. Не істесем екен? Мен бомбаның заттарын алайын айтпақшы. Сол бомбамен үйде сейфті жарсам, ақшаны алып қашам. Короче, маманың атына жаздырды қоя саламыз. Біз маған бәрі бір ғой. Мама бәрі өз төлей салады. Так, заттарына жақтаған. Так, енді бұқта жоқ қой. Маманы ұрлықшылар ма не? Осылармен сөйлесті бұл. Сосын жүрсе деген кез кетші бәрден. Жүрсе деген кез бұрын жүріп қашып кеткем. Құрсын сабаққа барайын. Мама тағы тексеріп қалып жүрсе, мені көрсе бытшытымын шығарады. Так, мектепке барайын. Так, енді не істесем екен? Бір іш пісіп кетті ғой мұны сабақтан деген. Ойла, достар, не жазып кеткен? Ем жақсы көресіңдер, маңызсыңдар. Осы қалай көресіңдер? Әтті бір бала жүр. Новенький шығар. Не істесем екен? Короче, достар, сендерге планымды айтайын да. Түнде бүгін бір машина жүр, мама машина сақсайды екен. Сабақ оқимыз, короче, мен сабақ оқимын. Сосын мен көп ақша мамаға берім тауып, сабағымды оқимын. Кітабым айда кетті. Мен сабақ оқимын. Так, мама қайда? Әне, қарап тұр ғой достар, айттым ол мен тексереді деп. Так, сабағымды оқиын. Әне, мама шапақтап тұр. Жүгіріп барып тақтаға жаза отырып есеп шығарып. Так, 5-ті 6-ға бөлеміз, потом одан азайтамыз 4. Тоқты 5 пен 6 бөлінбейді ғой. Айтасташ бәрі. Мама башы есепті білмейді. Сабақ оқы дейді мама. Так, кітаптың бетін басқа бетін ашамыз. Так. Отырып оқып отыра берейік. Осылай шығама не? Мен білмедім ғой. Звонок болды, кеттім мен. Ла, мама кетті өпшім. Вроде, так, еске қараймыз, жоқ болды кетті. Так, енді істесе екен. Не айтайын атырдым, достар, сындырға. Короче, достар. Бүгін біз корочесінде маманың бүгін үйге барып, маманың ақшасын жарып деген ашық тұрса ала саламыз. Короче, ақшасын ұрлап алып, тағалап сөйтіп. Потом тұрамыз да маманың ақшасына заттар алам. Сосын мотоцикл алам. Егерде ақша тағы не қалыватса, артығымен қалыватса, бір киімдер алу керек, мама қорқытамыз. Сосын үйден қуып жарамыз.
өзіміз қашып сөйтіп жүреміз, кайф. Так, мама жоқ па? Так, енді үйге қайта берейінші, шашып біттік қой. Так, мен қай жақта еді? Менің емді оң жақ па, сол жақ па, оң жақ па, сол жақ, сол жақ екен ғой. Так, ананың керас көтеріне мініп алайық. Так, мектепте ешқандай сәтім қалған жоқ, болды, кете берейін. Так, телепортация жасап жүрейік тез. Короче, үйге телепортациямен келдім менде. Ой, бұл мама маған сосед бермеді, давай звоногын өлтіріп тұрып базаяқ. Не деме ашса, енді мен кеп тұрмын сабақтан. Бүгін сабақ болған жоқ, апай келген жоқ. Сосын келдім. Не ғой, ашсаңшы. Ой, ашасыз ба, мама? Не ғой? Менде бүгін сабақ болған жоқ. Мен бүгін сабақ оқыдым. Ертең де сабақ оқым, 5-ке оқым. Ой, бұл менің досым ғой, неге өлтіресіз? Бір мама досым өлтірмесе, ұят болатын болды ғой. Ой, ертерек айтпайсың ба? Бан берер ма мен? Мама, не сіз достарымды алып келме деген, просто бұл менің досым, не сабақта көмектесіп. Жүр кеттік, досым, атын кім өзім ұмытып қалдым әйтеуір. Жүр кеттік, кірсей, сенде бан екен, мама, банды алып сызғаншы. Пока, досым. Ой, пока десем. Не ғой, мен мама енді досымды әкеме дегенде, анау менің досым емес, мама. Анау менің досым емес, бан беріңіз ол, менің досым емес. Мен дос банда қалсана. Бұл бірдің аты Зуля. Мен ма? Кімнің еді? Қалдық қой. Так, жаңа қойда, сейф. Ой, сейфті не отырген десем, жаңа қайда кетті, мамам, не ғой? Ескітті. Мен кішкентай оғасын сейіп күркете салам. Так, досым жүрсе өзінше болмай, досым бош дес. Мен осында досым бар енді, мама енді өзінше болып қалды деп естіп. Бірден естесен. Кеттік, досым. Мен бойымнан ұзын әйтеуір. Мама, бұл мен досым емес, таныс. Ана мен таныс, мен досым емес. Кеттік, досым. Ұрысыңа тамақ аз жеш. Мен ұқсап жүрсей, бірақ мен жегім кеттім, мама. Бермейді ғой. Короче, досым, мен план бойынша сен мүлде сөйлемейсің, не ма? Давай кеттік белейік. Музыка ойын бүте тұр. Так, гитара қайда, гитара. Кеттік ал. Там. Ойбай, ауызбен айтып. Давай кеттік белейік. Қайдасыз, мама? Ой, дос, анау құрбым, мынау кім мынау? Неге мені шақырғансың бірінші? Мамам қайда енді? Мама ол сөйлей алмайды. Өйткені мен алдында сабақта отырған кезде бужай болып қорқып қалып, жүрегі ұстап қалған ғой. Сосын тұрды, қорыққаннан сөйлей алмаған. Жүрегі дұрыс қорқып қалған ғой. Ну ладно. Бака, құрбым, болды, үйге барайыншы. Не жатыр едім. Кіргізбей қойыңыз, болды, біз беріп болдық. Давай, пока, досым. Ой, мама, бан беріп шығармасаңшы енді. Пока деп былайынан бан берген деп преска. Так, мама, есікті ашсаңыз, мен үйге кірейін. Сасет берсеңші, мама, айтпашы. Леп бөлмеме бара берейін мен. Так, не істесем екен? Айтпашы. Не ғой? Үйде тамағын жегім келіп продуктым бар. Қарасам Халиктің ашып продукты таусылып қапты. Сол продукты алып келейін де мен магазинге барып ақша берсеңіз, спискі беріңіз, бәрін алып келем. Короче, достар, өйстіп алдап кетеміз ақшаны.
ойламаппын, маған ақша берсеңші, менде ақша жоқ. Ақшаны өзім барып алып келе салайын, иә. Так, достар, енді біз қазір ақша көп қылып алу керек. Ойына мама келіп қалған ес. Так, мен ақша алайын деп жатырмын. Хи-хи, так, жай жүре тұрайық, сөмке ойда. Так, міне, таптым. Так, 5, 10. Я көп алмаймын. Мама кетті, тез, жүгір. Так, мынаны алайық, көп ақша, 500 мың. Почти миллионға жуып қалды. Айбой ақша, ауыр ғой. Так, кеш болып қапты, мен тез барып келейін. Наукам, жүргеттік. Тез келем. Магазинда жатты екен ғой, өлі. Мама, көрдіңіз бе сіз, мен көп далаға шығарытпайсыз, сосын мен ұмытып қалғам. Көшем бән. Ойбай, таныс көзіне қарамайсың ба? Ойбай, шығарсам ғой, мама ұрсады екен ғой мен. Мен қызым, мен көп төбелеспеймін. Так. Достар, біз қазір магазинге емес, неге барамыз? Короче, телепортацияға. И все, келдім, енді үйге қарай қайтайын. Так, скорость көбейтіп алайық. Адамына ақша берсейіп кеттім, кішкентай ақша алды, енді магазинге барайық. Кішкентай алмама ала салайықшы, соны жейін деп айта салам. Так, енді бізге киім алу керек. Қап-қара кожа, не краска керек. Қазір барып келейік. Телепортация 1, 2, 3. Короче, үйге келдім. Мотоцикл мама көріспей үйдің артқы жағына қойдым. Так, пакетпен кіріп кете салайық. Пакетіне орналастыра салайық. Так. Қазір мама келеді ғой, неге кешіп келдім деп. Қайхан не хаталасайын. Жоқ, бақтан біз көріп қойып, не істеп жүрсің дейді. Білмеймін дейсіз. Келатыр, мама келатыр. Одар жатайын, мен не істеймін, жатайын. Деп отыра берейік. Так, мынандай қосайық. Ой. Алма, не қылды. Так, мен айтып қойын, ақша артығымен қалған жоқ. Потом не ғой? Сәл кешіп келген себебім, очередке тұрып қалдым. Адам деген толып жатыр. Ой, дірілдей берді ғой мен. Мама, давай бол. сөйлей бермей күндеріңді алып кеш бар. Короче, телепортациямен күнделікті берейік. Бағанағы продуктыға алған ақшадан не артығы қалды ма? Қалса бергіз. Қайдағы артық ақша? Не ғой ол? Сіздің көзінше 500 теңге алдым ғой. Так, манысын. Тоқта, менде теңге жоқ, артық қалған жоқ қой. Әлде басқа нәрсе сұрап отырсыз ба? Ой, кітап па? Ойбай, кітап деп күнделік па ма? Қалай екен, мен сабағымды қалай оқиды екен, көрдіңіз ба? Мықтымын ғой. Дейді, көрдің ба? 5. Енді 4. Енді көп 4 болғанымен ішінде бір-ақ 5 бар. Біреу-ақ деймін. Соның өзіне рахмет айтыңыз. Өзім сабақ зор оқып жүрмін, түсініп. Шашыңды жыламесең ұздым қазір берген. Мен неменеге шашым жыласын? Жоқ, мам, өзім шашым 5-ақ түйем ғой. Мама, не шашым жылмай қойды, енді сабағымды 5-ке оқимын. Ойбай, мама, қоймаңыз, мен мама қойыншы болды. Енді сабағымды оқимын. Так, үстіңгі қабатқа тез қашып кетейік, мама көрмей тұрғанда. Ой, бір пакет бар екен, айтпақшы, менде, кстати, достар, пакетпен былай өтіп кете салайық. Мама ұятта жүр екен. Так. Ой. Үлгермей қалдық, достар, төбесіне тағы пакетпен. Так, короче, мен план бойынша қазір бағанағы киімдерді киіп алайық пакеттің ішінде. Так, ең алдымен жоқ, бүйтіп ауырып жатсам, мама бәрі сенбейді. Бағанада үлкен жерден құлаған кезде сенбеді ғой. Давай, короче, достар, тез қараскен киіп алайықпыз. Так, ең алдымен маған
мыналарды алып тастау керек. Так, шашым бәрін алып тастай салайын. Так, фейс бәрін, кірпігін бәрін. Так, потом тұрамыз да кожа қара киіп алайық. Короче, достар, қара киім киіп алып маманы алдайтын боламыз. Так, ой, қасқа. Так, мына жаққа тығылсам, вот, көрмейді. Ой, үстім суаттап тұрған жер көрініп қалды. Дұрыстап киімін дұрыстап алайын. Black деп жазып. Так, Black дейміз. Сосын қандай? Ойла, маманы перделерді ашқаннан кейін мен уже көрініп қалатын болдым ау. Былай тез тұрайын, мен көріп қойса вообще постим шығарды. Не жаққа тығылайын? Жоқ, астында не пол ақ болған соң мен аям көрініп қалады. Сондықтан так, холодильник жаққа барамыз. Что-то мама далаға шығып жатыр, өйткені ана жерде есік ашық. Бағана кірген кезде есік жабық қойды. Достар, мынандай жерде тығылсаңдар вообще көрінбей. Ой. Ассалаумағалейкум. Опа. Тез тығыл. С кем тез алмаса ана киім көрсек қазір. Мама ұрысады, бағана ақша алғам. Потому что менде Каспи де жоқ, ақша да жоқ. Так, киім тез дұрыстап алмастырып алайын. Ойла, мына киім басқа. Ойбай, мен басқа киім киіп жүрмін. Так, мынандай киік болды. Бәсе осы ой. Ойбай. Хи-хи, мама қалайсыз? Мен негізі былайынан үйді алғаннан кейін яқа қысылып қалған едім. Bana ben boş yere senin tıkladığında bir gele şaşın cılam. Sen oldum oyun. Мама кешірші, енді сабағымды дұрыстап оқимын, бәрін бетке оқитын боламын. Ертең көп ақша тауып саған беретін боламын. Мама кешірші, енді мен енді сенің ана бұзық қызың деген енді о, сыйлық бар, жарайды. Рахмет, мама, сыйлық бар болса қуана барам ғой. Уф, достар, ана жерде мен қызыл мотоциклім тұрды ғой жаңа. Сон деген мама көрмей қалды, жаңа үйін алып тастаған кезде. Ура! Короче, телепортация 1, 2, 3. Ойбай, мама, скорость азайтыншы, жүрегім айым кетті. Кетші бар, өзім мотоциклім енді кетем болды. Осылайынан да қашып кету бағана ойыма қалай келмеген менің. Болды, кетші бар, мама, болды, мен кеттім. Ура, мама да құтылдым, қаштым. Так, қайқа кетемін мен. Кететін жерім жоқ. Ей, аманда қаш былай. Басқа кетемін қазір сен. Так, қайқа барсам екен, қайқа. Ту, жоқ, қанша жоқ. Ой, тез жегіш басылмай қалды. Ай. Көмектесіңдер. Көмек. Кім бар, көмек. Осымен история бітті. Екінші час күтсеңіздер, мың лайкқа жеткізіп салайық, және тіркеліп кетіңіздер. Всем пока-пока.